Мынау масқара цифр ғой, мынаны қараңыздар. Біз мәселен, мынау мемлекет, бұл жалпы мына мемлекетке нұқсан келтіретін іс. Мемлекет мәселен 148 миллиард теңге ақша көмек жасайды екен сіздерге. Ал енді 259 миллиард теңгеге сертификатсыз жаңағы тауарлар кірген, дәрі-дәрмек шеттен кірген. 181% дәрілер бізге қарағанда Ресейде арзан екен. Жаңа Бәшімов мырза айтты, 600 есе қымбат. Масқара ғой мынау деген не? Қандай мемлекет бұл? Сіздер қайда қарап отырсыздар бұл? Масқара тіршілік қой. Бұндай жүгенсіздікке жол беруге болмайды. Сондықтан мен ойлаймын, сонан 32 миллиард теңгенің дәрі-дәрмектері бақылаусыз пайдалануға берілген дейді. Соны мен өзім мынандай пікірім бар, Ерлан Жақанұлы. Сондықтан мен бұл саланы жемқорлықтан тазалап, толық реформа жүргізу керек. Менің сөзім өтеді өтпейді мен білмеймін, бірақ та тек азамат ретінде мынау ұят мәселе. Екінші, бүгін мына депутаттар денсаулық сақтау саласының басшыларына сенімсіздік көрсету керек парламентте. Соның бұл саладағы кемшіліктерге енді төзуге болмайды. Әлеуметтік желіден бізге күнге хат келеді, Ерлан Жақанұлы. Мынау деген ұят бұл. Сондықтан сіздер кішкене көздеріңізді ашып қараңыздар. Жұмыс істеу керек. Сол саланы сақтадыңыздар ма, қаладыңыздар ма, медиксіздер ма? Мемлекет тарапынан, өкімет тарапынан, президент тарапынан көмек болып жатыр. Ауылдық деңгейге дейін жаңадан медпункттер салынып жатыр. Үлкен жаңа больницалар салынып жатыр. Ал енді сол салынып жатқан қарауының барлығы тиімді пайдалану керек. Дәрі-дәрмек қолжетімді болу керек. Сұмдық қой, 600 есе, 181 есе көрші мына Ресейден жаңағы қымбат болатын болса, қандай сіздерге баға беруге болады? Мүмкін сіздердің орындарыңызда мықты істейтін азаматтар табылатын шығар. Өйткені сіздер жауапкершілік сезініп отқан жоқсыздар.